Құрметті тыңдармандар, әңгіме басталмас бұрын лайк басып арнаға тіркелейік және әңгімені соңына дейін тыңдайық. Жүрегі зу ете қалған Данелия, жан, алмай-ақ қойшы осы кісіні, деді даусы дірілдеп. Неге? Деді Бағлан. Ұят қой, көрші отырып ала кетейік, деп Шоқанның алдына кеп тоқтады. Артқы есікті ашып отырған Шоқан көршісімен күлімсіреп амандасты. Бағланбай, қалайсың? Амансың ба, келін? Я, қайда шықтыңдар? Қайын жұртқа көрші қонақ болып төсшеп қайтайын дедің. Дұрыс, деп көршісі сығырайған көзімен жанындағы келінге ұрлана қарады. Жас келін терезеге телміріп теріс бұрылып алған. Оны-мұны әңгіме еткен болды да Бағлан өз ойымен, Шоқан өз ойымен кетті. Ал Данелия ертерек мына кісі түсіп қалса екен деп іштей Құдайға шалынып келеді. Бір кезде тізесіне бірдеңенің тигенін байқап селк ете түсті. Бері қарауға жүрегі дауалар емес. Көзін жұмған күйі өтірік ұйықтаған болып іштей қорқып отыр. Сәлден соң жаңағы тізесіне тиген нәрсе санына кептейді. Көзін ашып қарап еді Шоқанның қолы. Өзі күлімсіреп тісі ақсиып тіке жолға қарап отыр. Онысы Бағлан ештеңе сезбесін деді шамасы. Бағлан деп бар даусымен шыңғырған келіншегі, рульде келе жатқан күйеуі сасқалақтап кешегішті бірден басып еді, көлік шиқылдап барып тоқтады. Не болды, тыныштық па? Деп көздері алақандай болып артына бұрылды. Келіншегі есікті ашып сыртқа шықты. Қалтырап жыламсырап тұр. Шоқан ештеңе түсінбеген адам құсап, не болды айналайындар-ау, сәремізді ұшырдыңдар ғой, деді көліктен түсіп. Данелияда еш жоқ. Екі ойлы болып, не айтарын білмей, не айтпасын білмей тұр. Айтайын десе, мына малғын мойындайтын түрі жоқ. Бекерге күйеуім басқаша ойлап қалар деп тілін тістеп қалды. Мен алдына отырайыншы Бағлан, деген жас келін күйеуінің жауабын күтпестен тез-тез басып көліктің алдыңғы орындығына отырып алды. Саған не болған бүгін? Ештеңе, жүрегім айнып жатыр. Еркін отырайыншы дедім. Артта сөмкелер бар, қысылып кеттім, деді жанарынан тамған жас түсіртіп. Тамағына өксік тығылып әрең отыр. Күйеуі тағы бірдеңе десе тоқтай алмай жылап жібермекші. Осылайша көлік қалаға қарай бет алды. Бірақ ойындағыда ештеңе болмаған соң Шоқан жақын маңнан түсіп қалайын деп ел жоқ, жер жоқ жерден түсіп қалды. Бағлан көлікті жүргізіп келе жатты да аяқ астынан кілт тоқтады. Келіншегіне бұрылып, осы саған не болып жүр, жан? Соңғы кезде бір түрлісің. Шоқаннан қашып жүргеннен саусың ба өзі? Деді күліп. Жоға, неге қашам? Онда неге қайладың? Айттым ғой, жүрегім айнып кетті деп. Болды, жүрші тезірек жетейік. Жарайды, бірақ менен ештеңе жасырма. Біреу тиісіп қорқытса маған айт, жарай ма? Деп келіншегінің қолын қысты. Көлік қайта жолға шықты. Данелия төркінінде 3-4 күн болды. Анасының мінезін білетін ол ештеңе айтпады. Бәрі жақсы деп құтылды. Ауылға қайтатын болып Бағланды шақырған еді, қайтарда екеуі ғана болған соң көңілде келді. Есіктің алдына келгенде тағы да түрі бұзылып кетті. Қайнатасы көрші Шоқанмен әңгімелесіп көшеде тұр екен. Негізі Шоқанның ауыл адамдарымен тілдесуі сирек. Көпшілігі ұнатай бермейді. Көліктен түскен Данелия сәлемін салды да тез-тез басып үйге кіріп кетті. Енесімен амандасып, әкелген сәлемдемелерін шығарып, сыйлықтарын табыстаған соң шәйге кірісті. Енесі келінінің осы қасиетін жақсы көреді. Айтқызбай тірлік жасайды, деп көршілерге де мақтанып отыратын. Осылайша уақыт сырғып өте берді. Соңғы кезде келінінің жүрегі айнып, ұйқышыл болып бара жатқанын байқаған енесі оны жақсылыққа жорыды. Ойлағанындай-ақ келіні жүкті екен. Асты үстіне түсіп, келінінің жағдайын жасап, ауыр тірліктің бәріне Бағланды жұмсап,
үй іші қуанышты. Анда-санда үйге Шоқан келсе, келінін тасада ұстау мақсатында бөлмесінен шығармайды. Енесі жалпы Шоқанды ұнатпайды. Тыжырынып, соны көрсе кірпіше жиырыла қалады. Үйге келмесін деп шалына да қаншама рет айтты. Қызықсың, үйіме келме деп қалай айтамын? Ол да адам ғой, келе берсін, дейтін шалы. Бір күні үйде Данелиядан басқа ешкім қалмады. Атасы мен Бағылан көрші ауылға кеткен болатын. Енесі базарға кеткен. Үйді жинап жүрген Данелия есіктің тырс еткен дауысын құлағы шалып қалды. Дереу сыртқы есікке беттеді. Ондағы ойы Бағылан келген екен ғой дегені еді. Бірақ ешкім жоқ. Ары-бері біраз қарап көрді де бөлмесіне өтті. Алдынан ыржиып Шоқан шыға келді. Дәл бір ауру адамша ыржалақтап күле берген ол: «Келін», деді Данелияға жақындап. Қорыққаннан қолдары қалтырап кеткен келіншек: «Сіз мұнда не істеп жүрсіз? Шығыңыз үйден», деді даусы дірілдеп. «Қайда кетем? Сен секілді сұлу әйел тұрғанда». «Жоғал дедім мен саған». Бәлем, ақыры қолыма түстің бе?» деген Шоқан есік алдында тұрған Данелияға қарай атылды. Есіктің тұтқасынан ұстап дайындалып тұрған ол дереу кіреберіс бөлмеге атып шықты да есікті тарс жапты. Шығам деп есікке беттеген Шоқанның қақ маңдайына есіктің жақтауы тарс етті де қан бұрқ ете қалды. Дереу асханаға жүгірген келіншектің көзіне ештеңе көрінер емес. Бар ойлағаны мына пәлекеттен тезірек құтылу. Тартпадан қасықтардың арасынан пышақты көріп қалды да жұлып алды. Жүгіріп қайта шықты. Алдынан маңдайын ұстаған Шоқан келе жатыр екен. «Жылама дедім мен саған, сойып өлтірем». «Сендей батырлардың талайын көргем қаншық. Алдымен пышақты дұрыстап ұстап үйрен». Қолына қараған келіншек пышақтың ұшынан ұстап алғанын байқады. Дереу пышақтың сабынан ұстады да қайта Шоқанға қарай меңзеді. «Сойып өлтірем, сотталып кетсем де сойып өлтірем». «Қане, көрсет батырлығыңды сұлуым. Елге күлкі болып масқараңды шығарамын. Өзі жабысты деп атыңды былғаймын», деген ол тағы бір қадам басып Данелияға жақындады. Өз-өзін ұстай алмай қалған келіншек пышақты бар күшімен Шоқанға қарап сілтеп қалды да қайта суырып алды. Пышақ барып дәл ішіне кірген көрші еркек ыңылдап барып жерге гүрс етіп құлады. Қан сорғалаған пышағын қолынан тастамай далаға жүгіріп шықты. «Не істедім мен? Не істедім? Өлтірдім бе? Енді не болады?» деді іштей дірілдеп. Қақпаға қарай жүгірген ол кілт тоқтады да ойланып тұрып қалды. «Қазір мына түріммен сыртқа шықсам, елдің көзіне түсемін ғой. Енді қайттым. Бағланның келуіне әлі 2 күн бар. Бағланнан басқа мені ешкім түсінбейді, сенбейді де. Қазір милицияға ұстатып жіберсем қайтеді. Не істеуге болады? Не болса да үйде жатқан хайуанды көрейін, өліп қалмадым екен», деп ойлады да үйге қарай қайта беттеді. Ақырын есікті ашып еді, ешкім жоқ. Қанның аз ғана тамшылары жатыр. Дереу үйден сүрткішпен ысқылап сүртті де шелектегі суға тастай салды. Қайда кетті екен? Қайда кетсе де дін аман ғой әйтеуір. Құрысын өлмей өмірі қатсын ит. Қазір бәрін жарияға жар салып айтсам, маған ешкім сенбес бәлкім. Тыныш отырайын. Бағланым келгенде бәрін айтып беремін», деген Данелия телефонын қолына алды. Бірақ күйеуінің телефоны сөндіруледі. Данелия сыртта біраз отырды да бағанағы лақтырған пышағын іздей бастады. Шөп арасынан тауып алды да дереу суда ағызып жуып алды. Үйге кіріп есікті ішінен іліп алды да кереуетке отыра кетті. Іштегі ашу ызасы көз жанарынан шығып жатыр. Осылай отырып түс ауып кеткенін сезбей де қалыпты. Сағатқа қарап еді, үйдегілердің келетін уақыты болып қалыпты. Орнынан сүйретіліп тұрған келіншек бар мән-жайды айтамын деп шешті. Жұрт не десе де, кімге сенсе де, енді маған бәрібір. Маған өз өмірім қымбат. Бұлай жүре берсем, бір күні өлтіріп кетуден де тайынбайды.
Өз-өзімді қорғаймын деп жүріп, өліп кетермін деп ойлады. Кешкі асты көңілсіз жүріп жасады да, есікті іліп төсегіне қисайды. Басы сынып ауырып тұр. Енді көзі ілініп барады екен. Есікті ұрған дауыстан шошып оянды. Ақырын басып есіктің алдына келді. Кім бұл? Кімсіз? Менмін, есікті ашқан шық. Болмаса түрмеге жаптырамын. Пышақ кезеңді десем, ұзақ жылға сотталасың. Ешкім ара түсе алмайды. Бұл күніңе зар боласың. Одан да жақсылықпен есікті ашта беріл маған. Жоғал дедім мен саған, ит. Итті көрсетемін мен саған қазір, деген Шоқан есікті тепкілей бастады. Қатты қорыққан келіншек жүгіріп өз бөлмесінің терезесіне барды. Терезеден қашып шықпақшы. Телефонын алып бірінші күйеуіне хабарласты. Қас қылғанда ол да тұтқаны ала қоймады. Күйініп кеткен келіншек қашудан басқа амалы жоқ екенін түсінді де, дыбысын шығармай терезені ашқаны сол сырттан Шоқан сап ете қалды. Қолынан ұстай алды. Үнсіз болып қалған соң үйді айналып терезелерді бақылап жүрген екен. Жатын бөлменің терезесі ауылға қарағандықтан бұларды ешкім көре де, есіте де қоймайды. Шоқанның қолынан қатты тістеген келіншек ойбайлап қолын тартып алған Шоқанды бар күшімен итеріп жіберді. Терезе алдындағы гүл отырғызып қоршаған шарбаққа шалқалай құлаған ол, ой әкеңнің деп ішін ұстап отырып қалды. Бағанағы жараланған жер екен. Оның бағына пышақтың тек ұшы ғана кірген еді. Қатты жаралана қоймапты. Терезені тез жауып үлгерген Данелия телефонын қайта терді. Күйеуі сол күйі телефонды көтермеді. Дереу енесіне хабарласты. Енесінің Шоқанды ұнатпайтынын біледі. Алло, апа, деп жылап жіберді. Әй, не болды? Тыныштық па? Неге жылап тұрсың? Апау, анау кісі, ана кісі мені аңдып жүр. Үйге келіп қорқытып жатыр. Есікті құлыптап алсам, теуіп жатыр, аш деп жатыр. Мас па әлде шегіп алған ба, оны да білмеймін. Тез келіңізші, апау, деп еңіреп жіберді. Ойбай-ау, не дейді тағы? Қазір міне жетіп қалдым, деп тұтқаны қойды да шалына хабарласты. Шоқан екенін айтпай-ақ білді. Данелия терезеден қарап еді, ешкім жоқ. Дірілдеп қорқып келесі бөлмеге өтті. Ол жақтың терезесінен қарап еді, ешкімді көре қоймады. Тым-тырыс. Ақырын басып асханаға келді. Бұл жақтың да терезесінен ешкімді байқамады. Тартпадан тағы да пышақты алып, өзін қорғауға дайындалды. Осылай тапжылмай 10 минуттай күтіп тұрды. Ешқандай дыбыс жоқ. Орындыққа отыра кетті. Өксігін баса алар емес. Енді ғана сезіп жатыр. Іші төмен тартып, ауырсынып тұр. Осы кезде ғана өзінің жүктілігі есіне түсіп кетті. Біраз отырған соң тағы да байқап көрейін деп орнынан тұра бергені сол сыртқы қақпаның тарсылдаған дауысы естілді. Дабырлап асыға басып сөйлеп келе жатқан енесінің дауысынан таныды. Жүгіріп шыққан келіні өзі құлыптаған есігінде қолдары қалтырап аша алмай зәресі кетті. Әрең ашып сыртқа атып шықты. Қарсы алдынан шыққан енесін құшақтай алған келін еңкілдеп жылап жіберді. Апа, не болды жаным-ау, тиісті ме саған, не істеді? Не деді ол ит? Айтшы ғане. Апа, ол кім өзі? Неге маған жабысып қалды? Неге мені аңди береді? Менде несі бар? Қашан келді, не деді? Жүр үйге, қорқып қалыпсың ғой. Қолдарың дірілдеп, жүрегің тарсылдап тұр ғой. Су ішіп жіберші қызым. Ана құрғырларда келе қоймады ғой бір. Айтып едім осы бәлені үйге жолата берме деп. Деген енесі келінін құшақтап үйге кіргізді. Жайғасып отырғызып, бір стақан су берді. Апа, мен оны пышақтадым. Не дейді ойбай? Деген енесінің қолындағы стақан тарс етіп жерге түсті. Өліп қалды ма? Қайда енді ол? Деді көзі шарасынан шығардай. Жоқ, өлген жоқ. Қалай кіргенін білмеймін. Бірақ пышақ қан болды апа. Ол сонда да тірі. Біраз уақыт көрінбей кетті де қайта келіп мені қорқытты. Түрмеге отырғызам деді. Егер мен оған берілмесем, бүкіл ауылға мына қатынның өзі жабысты деп айтам деді. Егер шынымен солай айтса, елдер мені не деп ойлайды апа?
Құдай ақы, мен оған қараған емеспін, ондайды ойлаған да емеспін апа, шын айтам, деп келіні еңкілдеп жылағанын тоқтата алар емес. Болды жылама қызым, оның сөзіне кім сенеді дейсің? Қорықпа болды, өкпеңді бас. Мә, су ішіп жіберші тағы да. Атаң келсе, оңдыртпаймын ол қақпасты. Әңгіме осымен соңына жетті. Егер де ұнаса ерінбей лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпайық. Көріскенше күн жақсы.